Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз Алматы қаласында орналасқан Томатис Алматы балаларды оңалту орталығында қонақтамыз. Осы жерге шолу жасайтын боламыз. Бұл жерде негізінен ерекше күтімді қажет ететін балаларды диагностика жасайды және емдеумен айналысады. Томатис Алматы орталығы 9 жылдан бері табысты жұмыс жасап келеді. Орталықтың бағдарламасына логопед, сөйлеу терапевті, дефектолог, авотерапевт, емдік дене шынықтыру, нейропсихолог және отбасылық терапевт кеңес сияқты бағдарламалар кіреді. Орталыққа тәжірибелі маман Меруерт Ерсайынқызы басшылық етеді. Орталықтың атына сәйкес Томатис әдісі жайлы айта кетсек, әдісті медицина ғылымдарының докторы Альфред Томатис жасап шығарды. Бұл әдіс арқылы емдеу бірнеше этаптардан тұрады. Емдеу кезінде арнайы құрылғы арқылы миға дыбыстық сигналдар жіберіледі. Арнайы дыбыстық сигналдар мидың жұмысын ынталандырады. Әдісті аутизм және сөйлеуді кешігіп жатқан балаларға қосымша ем түрі ретінде қолданады. Емдеуді диагноз анықталған бойдан ерте жасынан жасаған дұрыс. Сол кезде жақсы нәтижеге жетуге болады. Бұл кабинетте логопедтік сабақтар жүргізілуде. Логопедтік сабақтар балалардың тілінің тез шығып, жақсы сөйлеп өтуіне септігін тигізеді. Келесі кабинет ЛФК, яғни емдік дене шынықтыру кабинеті. Бұл жерде ЛФК ірі моториканы дамытуға көмектеседі. ЛФК көмегімен балалар физикалық тұрғыдан дамиды. Орталықта жеке және топтық сабақтар қарастырылған. Топтық сабақтарда 2-3 баладан болады. Сонымен қатар ерекше күтімді қажет ететін балалардың отбасыларына арнайы психологиялық кеңестер беріліп отырады. Жеке сабақтарға және айлық абонементтерге жазылуға болады. Центрдің контактілерін біз төменде қалдыратын боламыз. Достар, бүгінгі біздің шолумыз осымен аяқталды. Осындай оңалту орталықтары жайлы басқа да білгілеріңіз келсе, сайттағы мәліметтерге қарасаңыздар болады. Әр бала бақытты болуға лайық. Және осы видео ұнаса, пікір жазып, лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.